Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен Сәлиева Сеткүл, көп жылдық еңбек тәжірибесі бар. 30 жылдан аса уақыттан бері халыққа арашашы болып келе жатқан адаммын. Бүгінгі темам менің невроз туралы айтқым келіп отыр. Невроз дейтін өте жаман ауру. Невроз неден пайда болады дейтін болсаңыздар, мысалы, көп үндемейтін адам ішіне тығып көп уайымды, нені ойласа да ішіне тығып, ешкімге айтпайтын, жыламайтын, ішіне тығып жүретін адамдар да көп болады, невроз деген. Ол адамдарға ішінен шығара алмайды ғой, өйткені біреуге айта алмайды, болмаса жылап та шығарып тастамайды, сондықтан сондай адамдарда невроз болады. Содан кейін послеродовой невроз деген болады. Послеродовой невроз деген ол мысалы босанған келіншектерде көп кездеседі. Өйткені мысалы адамнан адам шығуды емес қой, бала туғаннан кейін бұрынғы нервтен болған жас кезіндегі, бала кезіндегі көп қиыншылық көрсе, бала кезде мысалы әке шешесі болады, басқа жағдай болады, бір көп ұрыс естіген болса, сондай бірдеңкеден қатты қорыққан болса, сондай жағдайда көбінесе неврозы болады. Әсіресе послеродовой невроз дейтін өте қиын. Сондықтан босанған әйелдер невроз болатын болса, міндетті түрде емделу керек. Ол өзінше кете алмайды. Ол невроздың арты паникаға ауысады. Паника деген, ой, мен өлейін деп тұрмын, анау болып қалды деп, сондай өзін өзі паника жасау басталады. Панический атака деп айтады ғой. Сондай паника болып та ауру болады. Сондықтан неврозбенен ойнамаңыздар. Үй жағдайында емдейміз деп те ойламаңыздар. Ондайда енді білікті маман дәрігерлерге барып емделу керек болады. Әсіресе алдыменен табиғи жолменен емделу керек. Мен мысалы көбінесе табиғи жолмен емдеймін. Ұйықтамайтын адамдар болады, көп жағдайларда климакс кезінде де болады ондай. Мысалы климакс кезінде дейтін болса, көбінесе ойлайды әйелдер, біздерде ғана климакс болады деп. Жоқ, ер адамдарда да климакс болады. Жақында ғана бір ер кісі 70-ке келіп қалған, мысалы климакс болып ауырып жүргені белгілі болды. Сондықтан ол ерде де, әйелде де климакс кезі болады. Әсіресе жас кездегі өмірдің барлығы, былайша айтқанда, үлкейген кезде соған отчет береміз деген сөз ғой. Өз өмірімізге, өзіміз, нервімізге, өзіміздің денсаулығымызға отчет беру деген сөз. Үлкейгенде ауырған адамдар көбінесе. Сондықтан ұйқысыздық басталатын болса, жаңағыдай қиын жағдай болатын болса, міндетті түрде емделу керек. Босанған әйелдерді мен сіздерге айтам, сіздер өздеріңіз емдей алмайсыздар. Бірақ бізге келуге болады. Ал енді тағы да фобия деген ауру бар. Мысалы кардиофобия дейді. Өйпірмай өзінен өзі қазір жүрегім тоқтап қалатын сияқты болып ауырып тұрады дейді кейбіреулер. Мен жүрегім тоқтап қалатын сияқты, жүріп келе жатсам, бірдеңкеге қарасам, болмаса бірдеңкені уайымдасам, қазір жүрегім тоқтаған сияқты болып тұрады деп. Кейбіреулер тіптен маған кездесті. Түнгі ұйқыдан қорқатындарды көрдім мен. Түнгі ұйқыда ұйықтап кетсем, мен өліп қалам дейтін адамдар бар. Оны енді фобия деп айтады. Мысалы МРТ-ға, түрлі аппараттардың ішіне емделуге кіре алмайтын, лифтке, жаңағы үйлердегі жаңағы көтерілетін лифт деп айтамыз ғой, соған кіре алмайтын адамдар да бар. Оның бәрі фобиядан болады. Ол фобияны қалай емдейміз дейтін болсаңыздар, неврозды, панический ауруларды табиғи жолмен емдеуге болады. Ал паниканы, фобияның неше түрлерін, клаустрофобия, кардиофобия дейтіндер, оның неше түрін мысалы түп санамен емдейді. Яғни гипнозбен емдеу керек. Гипноз десе біз қорқамыз көбінесе. Гипноздап тастайды. Бұрынғы кезде, мысалы, біздің кездеріміз, кейінгі жастарды білмеймін, біздің кездерімізде болды, мысалы, гипноздап ақшаңды алып кетеді, гипноздап бірдеңкеңді алып кетеді. Сондай гипноздан қорқатын жағдай болған. Жоқ, гипноздан қорықпаңыздар сіздер. Гипнозбен түпкі саналарыңыздағы жазылып қалған кәдімгі біздің басымыздағы көрген нәрсеміздің бәрі қайда кетеді? Ол басымызға жазыла береді. Көрген өмірде қиыншылығымызда, қуанышымызда бәрі басымызға жазылады. Әсіресе мына қиыншылық көрген жағдайлар. Сондықтан ол баста тұра беретін болса, ол сізді ауруға айландырады. Невроз ауруына. Тіптен ішкі құрылыстың ауруларының көбісі нервтен болады. Аурудың барлығы жаңағы жүйке жүйеден болады деп айтамыз ғой, сол нақты айтқан кезде жүйке жүйеңіздің тозғандығынан болады. Ал фобияны міндетті түрде түпсанамен емдеу керек. Гипнозбенен түпсанамен емдеу керек. Ал енді түпсанаға қаяққа барамыз емдейміз, гипнозға қаяққа барамыз емдейтін болса, біздің Қуат шығыс медицинасында америкалық жолменен, Американың академия гипнозындағы үйреніп келген, оқып келген тәжірибесімен емдейтін білікті маман бар бізде. Сондықтан оны түпсананы емдеуге болады. Мысалы, оған мысал келтіре кетейін. 65 жастағы ер азамат келді, 65 жаста. Сол ер кісі
гипнозбен ақ жаңа түп санамен былайша айтқанда жақсы емделіп ұйықтайтын болды. Ұйықтаған былай тұрсын, қалайсыз ағай деп бүйтіп сөйлеп берсе, қыздар бетіне қарайды, деп жылай салады. Соның барлығы ол өзінен еріксіз, өзінің еркінен тыс шығып тұрған нәрселер. Сондықтан оны міндетті түрде түп санамен емдеу керек болады. Сондықтан бізге WhatsApp-қа жазып, комментарийға жазып, сұрақтарыңызды көбінесе WhatsApp-қа жазған дұрыс. Кейбір кісілер комментарийға жазады. Мысалы, әйел адамдар, жас әйелдер де жазады. Фикірім тоқтап қалды, 2-3 ай болды бәлен. Оның барлығы ол жерде ер де отырады, кіші де отырады, үлкен де отырады. Сондықтан мәдениеттілікті сақтай біліп, ондайды комментарийді жаңағы тек қана телефон сұрап, қалғанын WhatsApp-тан сұрауға болады. Сондықтан WhatsApp-қа жазатын болсаңыздар, біз жолын айтатын боламыз сіздерге. Енді мен басынан бастап айтып жатырмын, үй жағдайында барлығы бірдей емделе бермейді. Әсіресе менің қазіргі айтып отқан паника, кардиофобиялар, неше түрлі клаустрофобиялар, невроздар, оның барлығы келіп емделетін нәрселер. Сондықтан сондай жағдай болып жатса, бізге келіп емделсеңіздер болады. WhatsApp-қа жазыңыздар, хабарласыңыздар. Әрқашанда мен сіздермен бірге боламын.